Values. Құндылықтар бөліміне арналған бақылау жұмысы. Бірінші тапсырма. Тыңдалым. Listen to Jenny's letter and fill in the blanks with suitable words from the box as in the example. Jenny'дің жазған хатын тыңдаңыз және бос жерлерге берілген сөздермен мысалдағыдай етіп толтырыңыз. A letter to a friend. Dear Harry. Hi. It's now 4 o'clock in the afternoon, and I'm sitting in the living room writing this letter. It's a lovely day outside. The weather is great. The sun is shining and the birds are singing. My dog Paddles is sitting beside me and looking at me with her big brown eyes. The eyes are asking me for some food, but I'm not giving her anything because she's getting fat. I'm learning Spanish now at evening college. My Spanish is improving slowly. I like my teacher. She is doing an excellent job. I'm really enjoying my class. I hope you are well and happy, and that your family is also well. Please write to me soon. Bye for now. Jenny. Қымбатты Харри, сәлем. Қазір бізде сағат 4. Мен бөлмеде отырып саған осы хатты жазудамын. Дала керемет болып тұр. Ауа райы да жақсы. Күн шығып, құстар сайрауда. Менің итім Paddles жанымда отыр. Және де үлкен қоңыр көздерімен маған қарайды. Көздері менен тамақ сұрап тұр. Бірақ мен оған ештеңе беріп жүрген жоқпын, өйткені ол семіріп барады. Мен кешкісін колледжда испан тілін үйреніп жүрмін. Менің испан тілім өте баяу дамуда. Маған мұғалімім ұнайды. Ол өз жұмысын жақсы атқаруда. Маған сабақтар да өте ұнайды. Сенде және отбасыңда барлығы жақсы деп үміттенемін. Жақын арада жазылуыңды сұранамын. Әзірге сау бол, Jenny. Екінші тапсырма. Айтылым. Choose one picture you liked most and answer the question, why is this picture special for you? Сізге ең қатты ұнаған бір суретті таңдаңыз және де неге бұл сурет сіз үшін ерекше деген сұраққа жауап беріңіз. Бірінші суретке байланысты мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. They are good friends. Friends are very important in our life. I think one cannot live without friends. Good friends are ready to help one another in any situation. Бұл жерде достар туралы және достардың өміріміздегі алатын орны және достар әрқашанда бір-біріне көмектесуге дайын тұратыны туралы айтылған екен. Бұл жерде достар туралы және достардың бір-біріне әрдайым көмектесуге дайын тұратыны туралы айтылған екен.